кез келді Алталаштың баласы. Ата бабаңның, батыр бабалардың рухын шақыр. Абылай, Абылай деп, Қабанбай, Қабанбай деп, Жаныбек, Жаныбек деп атқа қонатын заман келді. Қане Бөгенбайдың тұқымдары. Енді естеріңді жиып, қазақ халқының төбесіне мініп отырған, 30 жылдан бері қазақ халқын бақытсыз қылып отырған, 30 жылдан бері қазақ халқының қанын теспей сорып отырған, бізді бақытсыздыққа душар қылып отырған, осы ұры жүйені, қарақшы жүйені тас талқан қылатын кез келді қазақ халқы. Егер құлдыққа көнсең, осы 30 жылдық масқара өмір, осы жоқшылық өмір, ары қарай жалғасын десең, үйіңде отыр. Ас үйіңде күңкілдеп, даусың жағаңнан шықпай отыра бер. Тепсініп тұрып, теңдік сұраймын десең, атыңа қонатын кез келді. Ұйымдасатын кез келді. Қоңырау шал жан-жағыңа, айт жора жолдастарыңды, туыс-туған құда жатың шақыр. Ақсақал, көксақал болып, ата әже болып, жас өрен болып, шық далаға. Міне жиналатын кез келді. Мынау қырғын, 30 жылдық қырғын, қазақ басына төнген Ақтабан шұбырында Алқакөл сұламаның екіншісі. Бұл екінші Жоңғар қырғыны. Қазақ халқы соңғы ғасырларда, міне 2,5 ғасырдың алдында Жоңғардан 3 қазақтың 2-і қырылып, 3 қазақтың 1-і ғана тірі қалып, аман қалып, содан өскен қалыппыз. Қолында Қытай мен орыс берген зеңбірегі бар Жоңғар. Зеңбірегін арбаға сүйреп алып, бізді қынадай қырып, міне 3 қазақтың 2-і жер жастанып содан қалды. Болмаса біз Еуропа мен Азияның ортасындағы ең өскен, ең малы бұңғырған, ең бай халықтың бірі едік. Осы кезде біздің санымыз Жоңғар қырғыны болмағанда, біз сол Қытайдың жартысындай 2 миллиард халық болар едік. Осындай халық, осындай ұлан-ғайыр даланы малымен, басымен толтырып отырған, осыншама өркениетті жаратқан халықты орыс пен Қытай жоңғарларды айдап салып, қолдарына қару беріп, зеңбірек беріп, қару жасайтын мамандарын жіберіп, даланың 2 тағысын бір-бірімен соғыстырып, ең соңында жоңғарды қазақ қынадай қырды, геноцид жасады, әбден әлсіреген қазақты орыс басып алды батысын, Қытай басып алды шығысын. Алтай, Тарбағатай, Буратал, Санжы Қытайда қалды, мына тұтас қазақ жері орыста қалды. Орыс өз қармағын алғанымен қоймай, Орынбор омбымыздан тартып, Абайдың туған жерінен тартып, Өскенбайдың ізі қалған жердің бәрін тұтасымен кесіп айналаға таратып, жамбасына басып, міне қазақты әбден бітірді. Сол құлдықта қалған қазақ, 554 мәрте атом жарылған қазақ, 1000 сан мәрте Байқоңырдан кептіл үшіп, жаны да, тәні де, руханияты да тасталқан болған қазақ, идеясы, идеологиясы бұзылған қазақ, адастырылған қазақ, аздырылған қазақ, тоздырылған қазақ, әбден езілген қазақ, әбден үреймен, тепкіден, қорқыныштан шошынған қазақты төбемізге мінеп бізді ұстап отыр. Енді есті жиятын кез келді, ереуілатқа ер салатын кез келді қалың қазағым. Үреймен отыр. Бір тепсінгеніңнен қалмайды. Үреймен отыр. Сумкаларын, чемодан, қоржындарын жинап алып, қашып кеткенге дайын отыр мына қайыршының тұқымдары. Естеріңді жей қалың қазағым, бойыңда үрейіңді жең. Ата-бабаның рухын шақыр өзіңе. Біз бұндай құл болып өмір сүрген жоқпыз тарихта ешқашан. Малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы деген қазақпыз. Ендеше мынау Жоңғардың қырғынынан, екінші реткі Жоңғардың қырғынынан құтылатын кез келді. Ереуілатқа ер салып, енку жер салып, мынау теңдік сұрайтын кез келді. Тепсініп тұрып, теңдік сұрап алаңға шығасың, Жоңғар өздігінен қашып жоғалады. Өзіңнің байлығына өзің ие боласың.